күндізгі бірден бастап әуежайда жүрміз. Арасында бар тез прическа макияж жасап, дап-дайын болып бұйырса енді Алматыдағы шараға үлгерсек жақсы болатын еді. Бір күнім әуежайда өтті. Рахмет саған, Эйр Астана. Басқа айтарым жоқ. Алла амандығын берсін. Қазақ елі Эйр Астана компаниясына сөгіс жариялаймын. Бүгінгі күн шектен шыққан күн болды. Сағат күндізгі 12-ден бастап біз осы әуежайдамыз. Тосумен, күтумен бір күніміз өтті. 1,5-да ұшу керек болған ұшақты 20:40 деді, одан 22:10-да ұшасыздар деді. Енді мінекей сағаттың тілі 11-ден кетті. Қазір ғана отырғызуды жариялап жатыр. Демек біз Алматыдағы болатын іс-шарада толығымен қалдық. Ол жақта бізді келеді деп күткен жандар да өте ашулы. Осылай жасауға бола ма екен? Осының алдында да неше түрлі кешіккен жағдайлардың барлығына біз жылы жауып қойып жүрдік. Ал енді осы жолы мен осы мәселені көтергім келеді. Адамның уақытымен неге санаспайсыздар? Қаншама қаражат, қаншама адамның келеді деген үміті, мынау деген сұмдық қой, қашанғы бұлай жалғаса береді? Неге біз үндемей жылы жауап береміз? Эйр Астана компаниясы жауап беріңіздер. Ассалаумағалейкум, қайырлы қазақ елі. Біздер күндізгі 12-ден осы Астана аэропортында отырмыз. Өйткені осыдан 3 ай бұрын біздерді арнайы шақырып, ниеттен шақырған кісілердің тойына жете алмай аэропортта тұрмыз. Күнә бізден емес, ол шықпай қалған Эйр Астананың самолетінен бізде 2 сағаттан 3 сағаттан кейін дегеннен кейін дайын отырмыз. Бәрібір келген қонақтарымыздан, құда-құдағиларымыздан және біздерді күткен жандардан бәрін кешірім сұраймыз. Біз келер едік, самолет ұшпай қалды. Ұшпаған самолет ол Эйр Астана. Сондықтан да Ұйымдастырушылар да бұл жерде біздерде ешкім кінәлі емес. Эйр Астанадан басқа ешкім кінәлі емес. Сондықтан да кешірім өтінеміз. Өте бір жауапты күн сіздер үшін болды. Сондықтан да біз мінекей 11-ден аса отырғызған ұшаққа отырмадық. Себебі ол барғанмен біз үлгермейтінімізді біліп тұрмыз. Осындай жағдай, келеңсіз жағдай орын алмасын сіздерде. Қайырлы күн достар. Кешегі әуежайдағы болған жағдайға байланысты жекеме де өте көптеген хаттар келді. Журналистер де хабарласып жатыр. Жалпы бұндай жағдаймен тек біз емес, көптеген адамдар әділетсіздік көрген екен. Мен өз басым бүлік іздейтін жандардың қатарынан емеспін. Керісінше бір келеңсіздік, бір жаман жағдай көріп жатсам, соны көрсетпеуге, айтпауға тырысам да. Бірақ кешегі жағдайда мен үндемей қала алмадым. Себебі бұл алдын ала жоспарланған іс-сапар еді, бізді келеді деп күткен еді, барлық талапқа сай шарт орындалған еді. Қаншама шығын, қаншама адамдардың екі жақ, шақырған жақ пен біздің жақтың арамызда дәл бүгінгі таңда түсініспеушілік орнап отыр Эйр Астананың кесірінен. Өміріміздің жартысы әуеде өтіп жатқанын білесіздер. Қаншама жылдың жүзі болды. Екінші үйімізге айналғандай. Енді 1 сағатқа, 3 сағатқа кешігу деген ол тіпті қалыпты жағдай. Оған да үйрендік. Бірақ дәл кешегі жағдай бір күн 1,5-да ұшады деген ұшақтың түнгі 11-де ұшу, және соның аралығында Эйр Астананың бір представителі келіп, мән-жайды түсіндіріп, өтірік болса да кешірім сұрап, бір ыстық шайларын ұсынып, бір ниет білдіруге болатын еді ғой. Жоқ, жіпсіз байлап біз отырдық, күттік. 8:40 деді, жарайды, үлгеріп қалармыз дедік. 10 түнгі 10-нан кеткенде ұшады деді. Енді жарайды, әйтеуір қызды ұзатуға да үлгеріп қалармыз деп күттік. Соның барлығының арасында ешқандай авиакомпаниядан өкіл келіп түсіндірмегені жолаушыларға деген қарым-қатынасы мені таңғалдырды. Уайымдап әуежайда күні бойы отырған кезде жай отқан жоқпыз. Басқа авиалиниямен ұшып кетейік десек билет таппадық. Енді өздеріне де барып айтып жатырмыз, біз кешігіп жатырмыз, бізге қалып қоюға болмайды, не істесек, қандай амалдары бар дегенде бір вариантын ұсынып, соған қам жеген, жалпы бүлк еткен бір адамды көрмедік қой. Бұл жолаушыларға деген қарым-қатынас, бұл үлкен жауапкершіліктің жоқтығы. Бұның сыртында шақырушы жақтың қандай кінәсі бар? Барлық шартқа, талапқа сай шартты орындады.
біздің қандай кінәміз бар? Ал енді бүгінгі таңда қаншама шыққан шығынды бізден қайтаруды талап етуде. Ал енді бұл қаншалықты миға қонымды айтыңыздаршы. Біз неге қайтаруымыз керек? Бізден қандай кінә бар? Сонда екі жақ мінекей сан мың сұрақтың астында қалып отырмыз. Эйр Астананың кесірінен. Сонда Эйр Астанаға ешқандай қатысы жоқ па?